Бәріңізге сәлем достарым. Бүгіндікке біз әуен түсіреміз. Мен Ерасыл Бейсенбай және Айбек менің досым. Мен бүгіндікке әуенсіз өлең түсіреміз деп шештік. Бұл өлең бойдақ қыз деген. Оны бәріңіз білетін шығарсыздар. Комментарияға жазылып, лайк басып кетсеңдер жақсы болатын еді. Баста. Мен такси іздедім. Мына қыз жақсы екен. Ішкейім, сағатым, костюм қайда? Мінтір екен ғой. Өзікі такси де жоқ. Енді жігітті қайдан табам? Көшеде зерігіп жүрмін. Сағатым. Ана машина жақсы екен. Дайынмын. Мынау кім тағы? Сәлеметсіз. Кел, отырыңыз. Апарып салайын. Жоқ, керек емес. Отырыңыз деймін. Жоқ, керек емес. Жақсы ал. Отырыңыз, шеш. Ал жақсы, отыра қойын. Мынау джип па? Күшті машина екен. Кешіріңіз. Алло, Басеке. Ресторанна отырмын. Бармайым мен саған. Кетші әрі. Кешіріңіз. Мен ресторанға барам. Пока. Бұнда машинада асыз екен. Телефоннан. Гуглда жігіт берме. Сәлем. Балам, сен жақсы қыз тап. Мен селфи кетсіп алайын. Мына түрің дұрыста. Айналада ешкім жоқ па? Мен әдемімін. Мына жігіт жаман екен. Бірақ үйленбеймін. Тығылайын. Мен қаштым. Көрінбеуім керек. Мына жақсы машина екен. Кім мұнау? Түр жаман екен. Кел дейді маған. Кетші әрі. Мына жігіттерді. Мен одандарды әп-әдемімін. Нақтыланып қояды. Мен күшті көтерем ғой. Мынау қыз қалай көтереді екен? Көрейік. Көтере алмады ғой. Белім. Менің мотоциклім бар. Кілтім қойда? Міне. Мына мотоцикл кімдікі? Жолма бөгет болу. Кешіңіз. Екеуміз танысайық. Жақсы. Кел. Ал достарым, осы әуенсіз өлең ұнаса лайк басыңыздар, комментарияға жазылыңыздар. Біз негізі Камила деген апаны видео, өлең клип түсірген. Мазақтағымыз келген жоқ, жай әзіл үшін түсірдік. Ал достарым, лайк басыңыздар, комментарияға жазып, подписация. Келесі әуенсіз өлеңді ертең түсіреміз.